Білімнің өлшемі ол оқушының алған білімін күнделікті өмірде қолдана білуі, алдына қойған мақсат немесе басына келген кез келген мәселені сол алған білім арқылы шешім таба білуі сол білімнің өлшемі. Әр бала ерекше, сондықтан әр баланың өзіндік ерекшеліктері бар. Ата-аналар осы ерекшеліктермен санасу қазіргі уақытта шарт. Көп ата-аналардың ең үлкен қателігі ол әр ата-ананың баласы арманы болып есептелгендіктен өзінің кезінде бәлкім істей алмай кеткен дүниелерін баласына істетуге тырысады. Міне осы үлкен қателік, өйткені ол уақыттағы уақыт емес, ол заман емес. Қазіргі заман басқа, бала басқа. Жоқ, келіспеймін. Себебі біздің жалпы елбасымыздың қойған стратегиялық бағыттарымыз нақты белгілі. Сол стратегиялық міндеттерді әр министр өз кезегінде дамытып жатыр деген ойдамын. Мәселен, жалпы білім саласының онлайн білім берудегі инфраструктурасының толық дайын еместігін, бұл тек қана Қазақстан емес, бүкіл әлем осы проблемаға тап болды. Және онлайн білім берудің өзінің әдіснамалық түрлері бар. Осы жағынан мұғалімдердің дайын еместігі белгілі болды. Білім өте маңызды, тәрбие өте маңызды. Дұрыс берілген сапалы білім мен саналы тәрбиенің арқасында бір ұлт үлкен бір бәсекеге қабілетті ұлтқа айналады. Бүгінгі ұстазға қойылатын талап ол жаңа айтылғандай баланың ерекшеліктерімен санасатын, тек қана білім беріп қана қоймай, онымен рухани араласа білетін, тең тұрғыдан қарым-қатынас орната білетін ұстаз болу керек деп ойлаймын. Заманауи толық адам деген ең бірінші ол Абай атамыздың жылы жүрек, нұрлы ақыл, ыстық қайрат, сонымен қоса ол санасы ашық, жаңалықтарға, өзгерістерге ашық адам. Үздік шәкірттің, енді әрбір шәкірт негізінде үздік деп қарау керек. Егер сіз сол шәкірттің ерекшелігін дұрыс біліп, оның қабілеттерін, ішкі қабілеттерін оятып, дамыта алсаңыз, ол әр шәкірт үздік деп есептеуіміз керек деп ойлаймын. Бірнеше үйірмеге апару маңызды, өйткені бала өзін таба білу үшін, ішкі шабытын түсіне білу үшін, ертең кім болатынын ұғына білу үшін осындай әртүрлі тәжірибелерді көру шарт, әр саланы көру керек, істеп, қолмен ұстап көру керек деген сияқты. Сондықтан бірнеше үйірмеге апару ол керек деп ойлаймын. Білім элитарлы, белгілі бір жағдайда болу керек деп ойлаймын. Өйткені дарынды балалармен жұмыс істеу, оларды жалпы халықтың келешегі үшін дайындау маңызды деп ойлаймын. Шәкірттің шамшырағын жаңа алмау, ол сол әр оқушыға жаңағы индивидуальный подход деп айтады ғой, соны әр баланың ерекшелігінен санаспай, соны қызықтыратын дүниелерді балаға беру арқылы, сол баланың жаңа кілтін табу арқылы берілмеген білім, сол шамшырақтың шағын жаға алмау деп есептеймін. Ұрпақтар қақтығысын ол 90-шы жылдар америкалық ғалым жазған болатын бұл теорияны. Бұл осы бір ғасырдың ішінде 5 ұрпақ өмір сүріп жатқандығы айтылады. Жаңағы 5 ұрпақтың өзіндік принциптері, өзіндік көзқарастары, ұстанымдары бар. Осылардың қақтығысы. Біздегі ең үлкен қателік ол директива, яғни әміршіл, әкімшіл көзқарас деп ойлаймын. Менің жиі жіберетін қателігім ол қойылған жоспарға кейде мойын сұнбау. Сол ең қатты қиын мәселе маған сол. Қазіргі Z ұрпағына балаға дауыс қол көтеруге ол тыйым салу керек деп ойлаймын. Өйткені қазіргі балалар бұны түсінбейді, көтере алмайды. Балаларға еркін тәрбие беру керек. Ең басты талап ол бейімділік. Көп жағдайға дайын болу керек, өзгеріске дайын болу керек. Яғни ол бейімділік өте маңызды қабілет болады 10 жылдан кейін.
Сапалы маман болу үшін тек қана білім жетпейді. Ол білім сапалы маман болудың бір қыры десек болады. Сонымен қатар адамдармен қарым-қатынас құра білу, ішкі құндылықтардың мықты болуы, төзімділік, табандылық сияқты жеке қабілеттердің де маңызы өте зор. Сол барлығы болатын болса, ол сапалы маман деп айта аламыз. Мен үлгі тұтатын ұстаз, ол менің химия пәні ұстазым. Лицейдегі сол кісіден көп нәрсе үйрендім деп айта аламын. Себебі елімізге пайдалы болу, ол шәкірт тәрбиелеуден өтетіндіктен, соған сенгендіктен ұстаз болу менің басты арманым болды.